қайшылысыз? 2004. 2004. Сіз 2002 ма? 2002. Сіз артынан отағасы деп сөйлесің. Сен бір комплимент айту керексің қазір. Әбәдем қыз. Жоқ, андай бір деталь, бірақ тоқта. Асықпа, Зайбал, асығып жатсың, тоқта. Қазір барлығын құртып аламыз. Андай просто сен әдемісінде ондай болмайды, бір детальді подмечать етіп, есінде сақталып қалатындай бірдеңе болу керек. Тізе мысалы, тізе. Жоқ, ана үстіндегі кофтаңыз күштеген. Хороший. Именно байғанбада сол жақтағы иықтан айтып жатырмын, дьявол құсап. Жоқ, сол жағындағы. Мына жақтан болатын болсам, ондай дүниені бірден айтпайды ғой, хайуан. Хотя бы ұзату өтсін да, не болды? Өлдім ба? Ешқашан қызбен жүрмедім деп қолын шаршағанын білем, оң жақтан біз беріп жатырық қой. Күте тұрса, асықпа. Енді бит үстіңіздегі шапан күшті екен. Атаңыздікі ма деші? Атаңыздікі ма де? Тоже лук, аутфитіңіз жақсы екен. Атаңыздікі ма деген қайда? Агрессивный емессіз ғой, маған сол типа тиранство, именно әйелге қол көтеру деген ол менде бірінші орында айтылған. Мынандай серьезный разговор кезінде арасына бір шутка тығып жіберу керек. Мысалы, қол көтерме деген кезде, қол көтермеймін, бастан бірдеңе көтеремін деген сияқты. Бірақ ондай, жоқ, тоқта. Сразу, тоқта, үйтіп сразу пошлый қылып айтуға болмайды, мен айтқандай. Өзің миыңды қосып, әдемі қылып айту. Өзім көмектеседі ол. Қол көтермейін де, просто келем дейсің. Жоқ, бұл кісіде тек борьба под одеялом. Ё-майо! Одеялдан ыстықтап жатырмын дей сал. Шыққасын киноға барып айтуға болады? Нихуя, бұл нормально. Хорошо. Родной, ты чё? Овуляция, құртты барлығын.